Балалар, бүгінгі тақырып қазақ елі. Я. Біз қазақ мал баққан елміз. Прикинь, мал баққанбыз ғой. Қазақ құл болмағанбыз. Өзге ұлттың астында жұмыс істемеген. Казах, работай быстрее. Все. Қазақ деген бір-біріне қол жұмсамаған. Тұға бауырым. Қазақ болсаң өзіңе. Біздің елдің батырлары қонақжай болған. Надоел уж сен туысқандарың. Қашан кетеді, қонақ бітпейтін болды ғой, мен шаршадым бәрінен. Қазақтың жігіттері батыр болған. Насыран тақсам жараса ма, жараспай ма? Қырғын қызы деген бар ғой. Арлы болған, намысты болған. Дұрыс. Ой, қазіргі қазақтар ше. Өйткені қазақ деген қой секілді, қасқыр көрсе орнында қататұғын. Чо там бауырым? Официантсың ба? Қап сүрт қойсын ба не? Сүртсаш нәзір. Мен осы жердің официантымын, әкеліңіз өзіміз тазалауға. Жоқ бауырым. Таза тұрған қалам да. Рахмет. Маған су берсе ше? Сырсыңыз қабылдан. Официант емес екен ғой, ят болды жігіттер. Просто өзім таза сөйтін, красавчик жігіт. Базар жоқ. Балам, менде саған сыйлығым бар. Әке, рахмет. Балам. Оншыға берейін ма? Папа, маған мен орнына дәрі алып берші. Баламның денін сауғылай көрші. Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Теңген тауық қойсың түсіндір ма? Ешақтар түсіндір ма? Тауық қойыңдар. Мынау менің ағам. Ешек, сен маған ақша алып келесің. Сен де маған ақша алып келесің. Мен де ағамға ұқсаймын. Мен оны жақсы көремін. Спичка жоқ па? Магазиннен алып жүрдім ғой мен саған спичканы. Аға! Ағам не істесе, мен де соны істеймін. Ағам керемет, мұнан артық не керек? Папа, үй суық, жаурап кеттім бар ғой. Балам, көмір қымбаттап кетті. Бұйыртса алармыз. Папа, жаурап кеттің, не істейміз енді? Оданша көп сөйлей бермей, бар отын жина. Бір саққып пешті жақ. Отын жинау керек әлі. Пеш жағу керек. Көмір қашан алады деген үйдегілер. Шаршап кеттім бар, от жағу керек еще. Жаурап кеттім бар ғой. Алло, брат. Жатқан емес, брат, сен от жағып, пеш жағып, оны ештеңе істемейсің ба не? Қайдағы көмір, қайдағы отын, брат? Акима жылуды беріп қойған ғой, отопление орып тұр ғой. Батарейкада аяқ жатыр ғой, смело ғой, жырып жылы ғой. Өзің не істеп жатсың, қашан өтесің, брат? Сол мен үйді пеш жағып, от жағып, отын тасып. Онда, брат, мен саған барам, О, нағаш, қалайсың? Жақсы ба? О, братчика, жиен, қош келдің. Жан, мамам, қош келдің. Жиен, қош келдің. Мынау, сен бөлмен. Давай. Бәрі қасып алда, сосын душ қасып ма? Бар. Жиен, рауға кел, шай ішеміз, кел. Кел, ялмай, отыр кел. Молодец. Қандай болды, жиен, душ қандай болды? Жақсы екен, көке. Жиен, алтын жиен, ақ жиен бар. Төсекке жатыр, демал бар. Кеңіз, көке. Жиен, бойшек, қонақсың ғой бар, демал. Жиене үйді жинап, төсек жинап, ыдыстарды жуып, үйді тазалап, сосын бір ақшайға сабағына мақұл ма? Ёпты. Қала ғой жәшке. Қонақ, үшін қонақ. Одан кейін үй қызметшісі. Темекін сен аш, түнің үлкен көрінеді, ол маған қарағанда. Жарайды, алайды алсын. Сауасы, аға, сушне темек бересіңші. Жасың 18-де ма, бауыр? Паспорт бар ма? Аға, ұмыт кеттім, бар, не 18-де ме мен? Жәшке конкретно 18-де толмадың ба, өзіміз ғой, братан, сыратан, ертең келем, күнде кеп жүрмін ғой, 18-де толған бұйырса, Алла қаласа, деп, мен ертең туған күнім, мероприятиям деген әңгімелер өтпейді. Жора сонымен аласың, демекші кетіп болдың ба?
братан, денсаулыққа зиян ғой темекі деген. Мә. Шупа-шуп су. Тай. Тай. Тамақ келдің бе? Жора, ана жерде орыс апай отыр, плюс 18 дейме бір әсі дейді. Ата Жора білесіз ғой, маған барлығы береді ғой. Әйгерім жүріп аттамызға 8 ай болды бар ғой. Ешкім ұстамайды. Мінезің қиын, менікі де қиын бар ғой. Бұл бүгіннен бастап барлығын осы жерден қойып, пәк болып келіп, пәк қып шығарып саламын мен сенден. Давай. Жаным неге? Жайма сенікі? Кім анау? Уже менімен айырысып жігіт тауып алғансың ба сен? Кім мынау? Бұрынғы жігітім. Ассалаумағалейкум бауырым. Сенің көңіліңнен шықпаған қыз маған бұйырды. Барыңды бағала. Жаным көрші. Кешірім жоқ қасыңда жүріп